Тараз қаласында грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасының оқу-жаттығу жиындары өтіп жатыр. Қазір еліміздің үздік деген палуандары сәуірдің 23-27 аралығында Астанада өтетін Азия біріншілігіне қызу дайындық үстінде. 8 салмақ дәрежесі бойынша өтетін бәсекеде Азия елдерінің кіл мықтылары белдесетін болады. Айта кетейік, бұл додада 59 келі салмақтағы әлем чемпионының күміс жүлдегері Алмат Кебіспаев пен 130 келі салмақтағы қола жүлдегер Нұрмахан Тіналиев өнер көрсетпейді. Жаттықтырушылардың айтуынша палуандар Оңтүстік Кореяда өтетін Азия ойындарына күш сақтап, дайындықтарын шыңдауы тиіс. Аталған спортшылардың орнына боз кілемге шығатын палуандар Бурабайда өтетін соңғы жаттығу кезінде анықталады. Жылдың басынан біз құрама команда 4 оқу-жаттығу ойындарын жиынын өткіздік. Сол жаттығудың нәтижесінде біз құрама команданың сапын қазір белгілеп отырмыз. Енді қазіргі балалардың деңгейі жаман емес сияқты, енді оның бәрін кілем көрсетеді.